Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Балалар, қандай спорт түрлерін білесіңдер? Суреттен кімді танып тұрмыз? Бұл кісілер қандай спорт түрлерімен айланысқан? Иә, дұрыс айтасыңдар. Жақсылық Үшкемпіров, Қажымұқан Мұңайтпасов, Ақжүрек Таңатаров. Бұл кісілер спорттың күрес түрімен айланысқан палуандарымыз. Балалар, сабағымыздың тақырыбын болжап отырған шығарсыңдар. Дұрыс айтасыңдар. Сабағымыздың тақырыбы күш атасы балуан. Ал сабағымыздың мақсаты шығармадағы кейіпкерлердің мінез құлқы мен іс әрекетіне, ондағы оқиғаларға сүйеніп, сюжеттің дамуын болжау. Балуан мәтінінің авторы Әуелбек Қоңыратбаев. Ол 1905 жылы 10 қыркүйекте Қызылорда облысы Шиелі ауданында дүниеге келген ғалым, филология ғылымдарының докторы. Ал мәтініміздің басты кейіпкері Қажымұқан Мұңайтпасов. Тарихи деректерге сүйенсек, 1871 жылы 7 сәуірде Ақмола уезі Қараөткел деген ауылда дүниеге келген. Бала күнінен күреске түсіп, той домалақта елге көрініп, бала балуан деген атқа ие болған. Ал балалар, бірінші тапсырмамызды бастайық. Бірінші тапсырмамыз адасқан оқиғалар деп аталады. Мұндағы дескриптор мәтіннің жалғасын табуымыз қажет, суретке ат қоюымыз қажет. Қажекең жер шарының 24 елін аралап, олардың балуандарымен белдескен. Алтыны бар, күмісі бар, барлығы 48 медаль алған. Медальдарын ені 1,5 қарыс қызыл масаты матаға тағып, кеудесіне айландыра асынып алатын болған. Ол 1905 жылы Қытай еліне барады. Бұл сапарға Ресейден 18 балуан қосылған еді. Құрамында подобный болмайды. Ал балалар, мәтіннің жалғасын болжап көрейік. Бірінші, бірге жүріп серуендейтін. Екінші, бірге жүріп күресетін. Үшінші, бірге жүріп білім алатын. Жарайсыңдар балалар, өте дұрыс жауап беріңдер. Ол подобныймен бірге жүріп күресетін. Жол жүрерінде подобный оған: Қажымұқан, қасыңдағы серіктерің сенімді жігіттер, бәрі де алып күштің иесі, бірақ олар әлі ысылмаған жас балуандар. Сондықтан үлкен балуан келгенде белдесуге өзің шық деді. Қажымұқан досының осы сөзін есінен шығармайды. Сайыс Харбин қаласында өтеді. Оған 30-ға жуық балуан қатысады. Күш сынасады. Алғашқы күнгі бірер күрестің өзі Ресей балуандарының басымдылығын көрсете бастайды. Арада бірер күн өткен соң кілемге Саркикен дейтін балуан шығып, ажал күресіне түсетін айтады. Балалар, мәтіннің жалғасын табайық. Сайыста қанша балуан күш сынасады? 30-ға жуық, 40-қа жуық, 50-ге жуық. Сендер өте дұрыс айттыңдар. 30-ға жуық балуан күш сынасады. Жапондар оны жиу-житсу дейді. Ресей балуандары бұл күрестен бейхабар еді. Сондықтан ешкім белсеніп ортаға шыға қоймайды. Саркикен болса кілем үстіне жүріп алады. Төреші де қайта-қайта жарыс алады. Болмаған соң Қажымұқан тәуекелге бел байлап ортаға шығады. Әу дегеннен Саркикен мысықша қимылдап, балуанды айнала жүреді. Өзіне беймәлім күрестің сырын бағдарлаймын дегенше, Қажымұқан бір жақ беті мен ернін жұлып қан сорғалайды. Екінші рет қоңырау соғылғанда Қажымұқан ашуға булығып, шындап қайратына мінеді. Берілген үзінді шығарманың қай құрымдылық бөлігіне жатады? Оқиғаның дамуы, оқиғаның басталуы, оқиғаның аяқталуы. Жарайсыңдар. Бұл оқиғаның дамуы. Жапон балуаны жеңіліс табады. Цирк іші лезде айқай-шуға толып, жапондар қарсылық көрсете бастайды. Ресейдің 18 балуаны ешкімді жолатпайды. Цирктен шығып, елшілер үйіне келеді. Пойызбен кері қайтады.
Бәрі қуанышты. Бірі Қажымұқанның жарақатын таңып жатса, бірі сусын береді. Енді бірі бетін сүртеді. Оны ең жақсы деген дәрігерлер қарап, достары да жалғызсыратпай жиі келіп тұрады. Әсіресе Поддубный ертелі кеш қасынан шықпайды. Ол әркез осыншама күш саған қайдан бітті деп риза көңіл танытады. Күресте қай балуан жеңетін болжап көр. Бірінші Саркекен балуан, екінші Қажымұқан балуан. Жарайсыңдар балалар, Қажымұқан балуан бұл жерде жеңіске жетеді. Тамаша, барлығын дұрыс орындадыңдар. Бұл тапсырма бойынша қола алқасымен марапатталасыңдар. Ал енді балалар, сендер қаншалықты осы тапсырманы орындадыңдар, бұны мына видео арқылы тамашалап көріңдер. Қажымұқанның атағы қазақ даласынан ары асып, бүкіл әлемге дүркірейді. Мен осы көп сөйлеп кеткен жоқпын ба? Қой, одан да Қажымұқанның ерекше айқастарының бірін көрейік. Мен Жапон балуаны Саракики. Жарысқа қатысқандардың бәрін талқандаймын. Бір ғана шартым бар. Күрес джиу-джитсу әдісімен өтетін болсын. Қане, кім бар? Кілемге кім шығады менімен? Қане мырзалар, Жапонның балуаны Саракикимен белдесуге шынымен ешкім шықпайды ма? Есіңде болсын, Мұқан. Күш білекте ғана болмайды. Үлкен күш жүректен шығады. Қане көңілдірек, кім шығады? Олай болса, бүгінгі жарыстың чемпионы деп Жапон балуаны. Жаным арымның садақасы. Нар тәуекел. Мен шығамын. Қане, келесі батырымыз кім екен? Қарсы алыңыздар. Қазақ даласының балуаны Мұқан мырза. Дуғол шапалақ. Аха, мына қазақтың жүрегі бар екен. Қане, қолдап қояйық. Бастаңыздар. Берлесау, қазақ. Намысты қолдан берме, Мұқан! Қазақ еш қашан берілмейді. Ал балалар, біздің келесі тапсырмамыз оқиға картасы деп аталады. Мұндағы дескриптор шығарманың атауы мен авторын жазуымыз қажет. Мұнда басты кейіпкерлерді анықтауымыз қажет. Оқиғаны қысқаша баяндаймыз. Туындаған мәселені анықтап, шығарманың соңын болжауымыз қажет екен. Ал балалар, кестені дұрыс орындасақ, күміс алғасымен марапатталамыз. Жарайсыңдар балалар. Ал біздің келесі тапсырмамыз рөлдегі оқушылар әдісі деп аталады. Бейнелеуші суретшілер кейіпкерлердің мінезін суреттейді. Мақалшылар мәтіннің мазмұнын ашатын мақалды анықтайды. Дәнекерлер балуан Қажымұқан мен Саркекеннің бойындағы жақсы қасиеттерін айтады. Тамаша, алтын алқасымен марапатталасыңдар. Сабағымыздың қажеттілігін анықтау мақсатында және ертеңгі сабағымызды жоспарлау үшін қосу алу қызықты кері байланысын толтырайық.
Сабақ барысында өздеріңнің болжау әрекеттеріңе байланысты қосар ойларыңды қосу бөліміне жазамыз. Ұнамаған бөлігін алу бөліміне жазамыз. Сендер үшін қызықты болған сәттерді қызықты бөліміне жазамыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.